Бүгін Бәйтерек холдингі мен Қазақстанның ипотекалық компаниясы әлеуметтік жалға берілетін тұрғын үй бағдарламасы бойынша пәтер кілттерін табыстады. Астана, Алматы, Қостанай, Көкшетау және Семей қаласында 1357 отбасы жаңа үйге қоныстанды. Бұл игі шаруа елбасының Нұрлы жол бағдарламасы аясында жүзеге асып отыр. Смайлстар отбасында бүгін үлкен қуаныш. 7 жыл кезекте тұрған олар армандаған баспанасына бүгін қол жеткізді. Жас отбасы қоныс тойын тойлауға қазірден кірісіп кетті. Бүгін біздің отбасымызда үлкен қуаныш. Осындай баспаналы болып жатырмыз жаңа жылдың аясында. Сол елбасымызға үлкен рахмет. Нұрлы жол бағдарламасы арқылы пәтер алып жатырмыз. Бағдарлама бойынша бүгін Астана қаласында 86 отбасыға баспана кілті тапсырылды. Пәтерлер кезекте тұрған жандарға сатып алу құқымен ұзақ мерзімге жалға беріліп отыр. Баспанаға ие болғандар негізінен мемлекеттік қызметкерлер, көпбалалы отбасылар мен мүгедек бала тәрбиелеп отырған шаңырақтар. Пәтерлердің ай сайынғы төлемі де аса қымбат емес. Үйдің аумағына қарай 50-100 мың теңгеден аспайды. Ал Алматы қаласы мен Алматы облысында Нұрлы жол бағдарламасы бойынша 803 пәтердің кілті тапсырылды. Бүгін Гүлнар Бекмолдаеваның үйінде де қоныс той. Жаңа жыл қарсаңында жаңа үйлі болған көп балалы ана елбасына алғысын білдіреді. Елбасымыз халқының қамын ойлап осындай мүмкіншілік беріп жатыр. Бәріне шексіз алғысымды білдіремін. Біздің отбасымыздың көптен күткен арманымыздың бүгін орындалған бақытты күні деп санаймын. Елбасымыздың жолдауы бойынша Нұрлы жол бағдарламасына сай бүгін біз бірінші үйге кілт беру рәсімін бастап жатырмыз. Наурыз мейрамы алдында үлкен қуаныш деп есептеймін. Сонымен қатар Қостанайда да бүгін 11 отбасы баспаналы болды. Бәйтерек холдингі мен оның еншілес құрылымдары аталған бағдарлама аясында жыл соңына дейін 10 мыңға жоқ пәтер тапсыруды жоспарлап отыр. Шынар Асанқызы, Нұрлан Наурызәлиев, Дәуренбек Әбділбек, Қазақстан ұлттық арнасы.